Сәлем достар, бұл видеода көздің құрылысын түсіндіретін боламын. Көздің ең сыртынан осындай склера қабығы қоршайды, немесе ақ қабық. Ол ақ қабық көздің алдына келгенде қасан қабыққа, яғни роговицаға жалғасады. Роговицаның артында нұрлы қабық орналасады, ал нұрлы қабықтың ортасында қарашық орналасқан. Ол нұрлы қабықтағы бұлшықеттердің жиырылуы нәтижесінде қарашықтың тарылуы немесе қарашықтың ұлғаюы жүреді. Ол парасимпатикалық және симпатикалық нервтар арқылы реттеліп отырады. Одан кейін бізде көзбұршақ бар. Бұл көзбұршақтың бекітіп тұратын осындай байламдар. Ол байламдар кірпікті денеге бекінеді. Бұл кірпікті дене көзішілік сұйықтықты өндіреді және осы көзбұршақтың қозғалысын байламдар арқылы бекініп, оны қамтамасыз етеді. Осы аккомодация деген нәрсені айта кетейін. Аккомодация дегеніміз адамның алыстағы немесе жақындағы заттарды анық көруі. Ол тікелей осы көзбұршақтың қозғалысына байланысты болып табылады. Қасан қабық пен нұрлы қабықтың арасында алдыңғы камера орналасса, көзбұршақ пен нұрлы қабықтың арасында артқы камера орналасады. Бұл камералардың іші мөлдір сұйықтыққа толы болады. Одан кейін көз алмасының ішін осындай шыны тәрізді дене толтырып тұрады. Оның ортасында гиалоидты канал бар. Бұл гиалоидты канал адам жатыр ішінде болған кезде гиалоидты артерия өткен болатын. Бірақ ол кейіннен ұрықтың дамуы барысында жойылады да, оның орнына осындай гиалоидты канал қалып қойған. Ең сыртқы қабат ол бізде склера болды. Склерадан кейін тамырлы қабық, енді торлы қабыққа тоқталайық. Торлы қабықта көптеген нейрондар орналасады, сол нейрондардан көру нерві түсіледі. Ол жерде сарыдақ және соқырдақ деген құрылымдар бар. Соқырдақ деп аталу себебі оның жарыққа деген сезімталдығы мүлде болмауынан. Яғни сонда жарыққа сезімталдығы жоқ аймақ торлы қабықтағы, оны соқырдақ деп атаймыз. Ал сарыдақ дегеніміз көрудің сондай өте жақсы көрсетуге атсалысатын торлы қабықтағы орын, оны сарыдақ деп атайды екенбіз. Енді конъюнктивит дегеніміз не? Конъюнктивит дегеніміз қасан қабық, яғни мынау ең беткей қабат, яғни қасан қабықтың сыртынан қоршап тұратын, сыртында болатын сондай мөлдір пленка сияқты қабат болады. Оны конъюнктива деп атаймыз. Оған бактерия немесе вирус немесе аллергияның әсерінен ол қабынуы мүмкін. Яғни осындай қызарып, сондай көрініске ие болады. Оны біз конъюнктивит ауруы деп атаймыз. Және көз жас безі туралы білуіміз қажет. Ол көздің латеральды жоғарғы жағында орналасады. Одан бөлінген жас көз алмасын шайып, ары қарай көздің медиалды бұрышына қарай ағып, көз жас каналы арқылы ағып кетеді екен. Көз жас безінен жас бөлінуін вегетативті жүйке жүйесі қамтамасыз етеді. Одан кейін көз алмасын қозғалысқа келтіретін бұлшықеттер бар. Олар жоғарғы тік, төменгі тік, сыртқы тік, одан кейін ішкі тік бұлшықет, содан кейін жоғарғы қиғаш бұлшықет пен төменгі қиғаш бұлшықеттер. Жалпы бұл бұлшықеттердің қозғалысына 3-ші, 4-ші және 6-ші жұп бас ми нервтері жауапты. Және осы видеодан кейін сол нервтар туралы, олардың қалай көзді қозғалысқа келтіретіні туралы видеоны қарауға кеңес беремін. Қазір оны жоғарыда сілтемесін қалдырып кетемін.